Не болды мына жерде? Не болды ипке болған? Не, нормально. Жоқ, бұл жерде нормально болғанда зардаптарын жаннұрға тиіп кетті ғой мына жерде. Да мен жанрды байқаған жоқпын мен. Кішкене істеген жоқ. Не болды айтшы? Именно не знаю. Потому что я знаю, какая ты. Самый нежный девушка. Жерде бардак болып жатыр. Біржан, Еркебұланға. Нормально тұр на малыны көретке. Қанат қандыр қая? Не болды, не болып кетті айтыңдар? болды. Ана шошып кеттік қой біз Жан өркеміз кетіп бара жатқан кезде. Қалай тез болып кеткен ғой. Мен бірінші рет вообще былай жатырмын ғой. Туфлиім басқа жақта. Секунда. Бір жік берген. Отырмын, кішкене сінген. В общем, енді тұрып, короче, примерно адамдардың сөздерін оқып жатырмын да. Телеграмға кіріп, основной вот болған нәрселерді в основном бәрін сол жерде айтып тастадым да, бірақ та инстаграмдағы комментарийға оралсақ, кейбіреулері дұрыс жасадың, ты молодец дейді, кейбіреулері короче, айтпаған сөздерін айтады, короче. Но, знаете, мен былай айта кетейінші, это не ақталу, ничего, короче, өзін алып шығу емес. Маған бәрібір, честное слово, осы уақытқа дейін қаншама хейттан өткен адам осындайға қарамайды точно. Негізі, сейчас скажу. Насчет правильно, неправильно, знаете, вот адам никогда не знает. Вот мен осындай шаг жасадым, даже сам за себя, за свою жизнь он не может ответить. Я сделала правильный шаг. Осылай бассам, осылай дұрыс, осылай бассам, осылай бұрыс деп өзіне өзі ответ бере алмайды, не то что басқа адамдар. Мен өзім дұрыс жасадым, дұрыс емес жасадым деп айта алмаймын. Я поступаю так, как я хочу. Өзімнің өмір қалауыммен өмір сүріп жатырмын. Вот. Ваше дело, конечно, принимать это. Хотите, хейтите, это ваше дело, вы же моя аудитория. Но все равно много лишних сөздер әлі күнге дейін айтылып жатыр. Ну, ой, короче, фиг с ним. Айта беріңдерші. Я, конечно, немножко погорячилась, но мысль какова? Мысль такова, что вообще елдің мнениясымен өмір сүру деген өте қате түсінік. Вот, допустим, кім не айтады, ойбай мынау айтты, поэтому нужно так. Допустим, мен ешқашан хейттан неткен жоқпын, қорққан жоқпын. Бір болайықта да өз мнениямды еркін айтып, нравится, не нравится, айта салатын, потому что я так думаю, потому что я буду так раньше потом жить дегенде ғой. И у каждого человека свое мнение, свое мировоззрение. Мен сіздерге ештеңе айта алмаймын, былай да ойлаңыздар деп сіздер де айта алмайсыздар. Сіздер бүгін айтасыңдар, ертең про меня забудете, а моя жизнь, она будет продолжаться. Поэтому нужно жить так, как хочешь ты, как хочу я. Поэтому жұрттың сөзіне, елдің